Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айгерім. Бүгін балықтан жасалған ерекше тағамның түрін әзірлейміз. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен балығымызды маринадтап аламыз. Ол үшін үстіне тұзды сеуіп шығамыз. Одан кейін өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Мен балыққа арналған дәмдеуіштен бір ас қасық қостым. Және сарымсаққа арналған дәмдеуіштен бір ас қасық. Корей сәбізіне арналған дәмдеуіштен бір ас қасық. Паприка дәмдеуішінен 2 ас қасық қостым. Дәмдеуіштерді араластырып, балығымыздың үстіне сеуіп шығамыз. Енді үстіне майонезді жағып шығамыз. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер, витаминге өте бай ерекше тағамдардың бірі. Үстіне дөңгелектеп туралған пиязды қойып шығамыз. Басқа да көкөністерді қойсаңыздар болады. Бұл ең қарапайым жасалу жолының бірі. Балығымыз дайын, 180 градуста 40-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер, сіздерге ас болсын.